Қазақстанның таңдауы көп векторлы интеграция. Интеграцияның ағымдары, қарама-қайшылықтар мен өркендеу жолы Single Market бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламада көмірсутек секторының келешегі. Орталық Азиядағы ең өршіл жоба. Органик брендімен шығарылатын қазақстандық өнімдер. Теңізге шығатын жолдарды іздеу барысында. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Павел Коктышев. Назарларыңызда Single Market бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз тәуелсіздік тақырыбы төңірегінде өтеді. 1991 жылы әлем картасында Қазақстан деп аталатын жаңа егеменді мемлекет пайда болған кезде, оның аз уақыттың ішінде ірі инвесторлардың назарын өзіне аудара алатынына ешкім де сенген жоқ. Арада небәрі 2-3 жыл өткеннен кейін әлемдік мықты деген мұнай өндіруші компаниялар елдің көмірсутек секторынан өз орындарын тапты. Іс жүзінде тәуелсіз жас республиканың қалыптасуы осы мұнай сатудан түскен түсімнің есебінен орын алды. Сюжете, который открывает этот выпуск. Қазақстанда көмірсутек секторының дамуы жүріп жатқан бүгінгі жағдайлар мейлінше қатал. 2017 жылы мұнай бағасының көтерілуі аздап қуантқанына қарамастан нарықтағы құбылмалылық сақталуда. Ал көмірсутектердің профильдік нарығына тікелей немесе жанама түрде ықпал ететін геосаяси жағдай көңіл көншітерлік те емес. Оның үстіне дәстүрлі сала тақтатас мұнайы өндірісінің артуынан да қысым көріп отыр. Арзан және қарапайым деген қағиданың ұтып кететін жері осы. Shale oil or tight oil. And this breakthrough meant Тақтатас мұнайы немесе бөлініп алынуы қиын мұнай. Осы мұнай ақштағы өндірістің күшті қарқынмен өсуіне алып келді. 5 жылға жетпейтін уақыттың ішінде оның өндірісі 2 есеге артты. almost 5 million barrels a day. Осындай жағдайларда республиканың көмірсутек секторы қалай жұмыс істеуі тиіс? Әлемдік сценарийдің трендтерін есепке ала отырып, саланы дамытудың қандай басымдықтарын таңдау қажет? Өзінің экономикалық ахуалына қарай Қазақстан оңтайлы нұсқаны таңдауға бет бұрды. Бұл нұсқада түйінді мәселелер есепке алынады. Бірінші фактор бүгінде дүниежүзілік тәжірибеде енгізіліп жатқан заманауи технологияларға иек арту. Испытательные полигоны на уровне Көш бастап тұрған әскери зертханалар деңгейіндегі сынақ полигондары терең бұрғылауды технологиялық күрделілігі жағынан ғарышқа зымыран ұшырумен салыстыруға болады. Ал техникалық инновациялар ауасы жоқ кеңістікте жүріп жұмыс істегенмен бірдей. Бұл жеңіл өндірілетін мұнайдың жаңа және ірі көздерін ашу ықтималдығының айтарлықтай төмендеуімен және өнеркәсіп пен ғылымның ең озық салаларының тығыз интеграциясын дамытудың жаңа сатысына көшуімен байланысты. передовыми отраслями промышленности и науки. Екінші фактор жаңа мұнай-газ күре тамырларын іздеу. Себебі көп жылдар бойы пайдаланылатын кен орындары ресурстарының сарқылу проблемасы таяп келеді. Үшінші фактор кооперация. Ондай мысалдардың бірі Еуразия жобасын жүзеге асыруға арналған консорциумның құрылуы. Әңгіме Каспий маңы ойпатын игеру перспективасы жайлы болып отыр. Бұл бассейн жер қабығының бірыңғай құрылымдық элементі болып табылады. Оның бір бөлігі Ресей аумағында орналасқан. Сол себепті Қазақстан Каспий маңы ойпатын Ресеймен тығыз ынтымақтастықта игеретін болады. Еуразия жобасын жүзеге асыруға өзге елдердің де ірі компанияларын жұмылдыру көзделген. Это очень амбициозная задача. На сегодня это в мире такой скважина. Бұл болашағы зор жоба. Бүгінде ондай ұңғыма дүние жүзінде жоқ. Осындай үдерісте әлемдік деңгейге қол жеткізген көптеген мұнай компаниялары үшін жақсы тәжірибе болмақ. Аталмыш жоба алдағы уақытта Каспий маңы ойпатының қойнауларын игеруге мүмкіндік береді деп үміттенеміз. Мамандардың бағалауы бойынша онда 60 миллиард тоннадан асатын көмірсутек қоры бар. Каспийской впадины, где по оценке специалистов сосредоточено свыше 60 миллиардов тонн углеводородного запаса. Ал соңғысы 5-ші фактор бірте-бірте жасыл экономикаға көшу. Республика барлық халықаралық маңызды құжаттарға қол қойды және көмірсутектер үлесі төмен ұлттық даму бағдарламасын қабылдады. Уже действует 50 предприятий. Жаңармалы көздерден жиынтық қуаттылығы 300 мегаватты құрайтын энергия өндіріп жатқан 50 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Соңғы 10 жылдың ішінде табиғатты қорғау шараларын жүзеге асырудың есебінен атмосфераға лас заттектердің бөлінуі 13%-ға, ал мұнайға ілеспе газдардың бөлінуі 70%-ға қысқарды. 13%. Выбросы попутного нефтяного газа на 70%.
Қазақстан ұзақ мерзімді тұрақты даму жолына аяқ басты. Бұл жолдағы негізгі қағидалар келесідей болмақ. Ресурстарды ұтымды пайдалану, экологияны сақтайтын технологияларды пайдалану, баламалы және жаңармалы энергия көздерінің үлесін арттыру, жаңа өсу драйверлерін қалыптастырудың көмегімен экономиканы әртараптандыру, супер заманауи мұнай химиялық кәсіпорындар желісін кеңейту. Бүгінде республикада шикізатты өңдей отырып, жоғары дәрежеде өнім шығаратын бірнеше кәсіпорын табысты қызметтерін жүргізіп отыр. Атырау облысындағы мұнай химия кешенін құру жобасынан да жақсы перспективалар күтіледі. Шикізат кешенге Қашаған және теңіз мұнай кен орындарынан жеткізілетін болады. Яғни Қазақстанда қара алтынның буы әлі басыла қойған жоқ. 2015 жылдың мамыр айы 8-ші Астана экономикалық форумында Қазақстан президенті бір жаңалықты жария етті. Көптеген шетелдік қонақтар оны сенсация деп қабылдады. 2017 жылы өтетін Экспо көрмесінің инфрақұрылымдық базасында Астана халықаралық қаржы орталығы құрылатын болады. Осы сәттен Орталық Азияның ең өршіл жобаларының бірі ел жұртқа таныстырыла бастады. Сонымен Астана халықаралық қаржы орталығы орналасатын жері Экспо 2017 көрме кешенінің құрылымына кірген 3-ші және 4-ші павильондар. Қаржы орталығы жобасының идеясы Орталық Азиядағы ең ірі қаржы хабын құру. Оның басты ерекшелігі арнайы құқық және салық режимдерінің қолданылуы. Тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл посткеңестік кеңістікте алғаш рет бұрын соңды болмаған оқиға. Орталық ағылшын құқығының принциптері негізінде жұмыс істейтін болады. Гонконгтан бастап Нью-Йоркке дейін әлемдегі аса ірі қаржы орталықтарының бәрі осындай тәжірибеге сүйенеді. Сонымен бірге ағылшын тілінде іс жүргізудің қажеттілігі де айтпаса да түсінікті жайт. Енді қаржы орталығының құрылымына тоқталайық. Мұнда тәуелсіз сот пен халықаралық арбитраж орталығы жұмыс істейді. Олардың жұмысын 2018 жылдың басында іске қосу жоспарланған. Сот пен арбитраж орталығының қызметін реттейтін нормативтік құжаттар дайын тұр. Астана қаржы орталығы мен Шанхай қор биржасының бірлескен жобасы ретінде жаңа биржада іске қосылады. Келісімнің талаптарына сәйкес Шанхай қор биржасы 25% үлесімен Астана қаржы орталығы биржасының акционері болып табылады. Астана орталығының және бір серіктесі америкалық NASDAQ биржасы. Оның көмегімен жоғары технологиялық сауда платформасы енгізіледі. Астана қаржы орталығының жұмысындағы және бір маңызды бағыт қаржылық технологиялар. Орталық ABA 3 деп аталатын халықаралық хай-тек хабтардың консорциумына кіруді көздейді. Консорциумға әлемнің көшбасшы банктері мүше. Сондай-ақ қаржы орталығы заманауи сандық ағымдардан да шет қалмайды. Орталықта өзіндік бір крипто алқап құрылады. Онда сандық валюталармен бірге блокчейннің перспективалары зерттеледі. Активно изучаться перспективы блокчейн. Ал Астана қаржы орталығының бағдар ретінде ұстайтын қаржылық басымдықтарына келер болсақ, жаңа орталық экологиялық тұрақты жобаларға және жасыл бағдарламаларға инвестиция құюға арналған алаңға айналады. Мәселен, мұнда жасыл облигациялар шығару қарастырылған және бір бағыт ислам құнды қағаздарын шығару. Бұл да Астана қаржы орталығының Орталық Азия көлеміндегі ислам қаржысының аймақтық хабына айналуды көздейтін жоспарларымен үйлесімін табуда. Сөзімізді қорытындылайық. Астана халықаралық қаржы орталығы жобасын жүзеге асыру Қазақстанды кез келген қарым-қатынастар тұрғысынан Еуропа мен Азия арасындағы транзиттік көпірге айналдырады. Бүгінгі айтарым осы. Сіздермен бірге болған Александр Галиев, Single Market бағдарламасында қайта жүздескенше. Бір оқ шығармастан әлемді жаулап алуға қауқары бар 21 ғасырдың ең басты қаруы. Кезінде ақш конгрессмендерінің бірі осылай деген болатын. Оның сөзінде артық айтылған еш нәрсе жоқ екенін мойындауымыз керек. Көптеген елдер табиғи климаттық жағдайларының қолайсыздығынан азық-түлік жетіспеушілігін бастан кешіріп отыр. Тақырыпқа сәйкес және бір жаңалық. Әлем бойынша органик деген сертификаты бар өнімдерге қыруар ақша жұмсауға дайын тұтынушылардың саны артуда. Ал Қазақстан осы нарықтан өзіне лайықты орын таба ала ма? Органикалық ауыл шаруашылығы заманауи әлемдік трендтердің бірі. Органик деген белгісі бар аграрлық өнімдердің өндірісімен 172 ел айналысады. Олардың 84-інде органикалық жер өңдеу туралы жеке заңдар жұмыс істейді. Агроөнеркәсіптік кешеннің бұл сегментінде әлем бойынша Австралия, Аргентина, Америка және Қытай көшбасшы болып табылады. На сегодняшний день Бүгінгі таңда әлемде 172 ел органикалық азық-түлік өндірісін жолға қойған. Органикалық өнімдер өндірісіне барлығы 44 миллион гектар жер пайдаланылады. Оның көп бөлігі Австралия аумағында, шамамен 17 миллиондай гектары Еуропа аумағында орналасқан.
Органикалық азық-түлікке деген сұраныс жылдан жылға ұлғайып келеді. Салыстырар болсақ, 2000 жылдың басында сатылымдар көлемі 15 миллиард ақш долларын құраған болса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 6 есеге жуық өсіп, 90 миллиард долларға жеткен. Сонымен бірге сарапшылар алдағы уақытта да оң мәнді өсу болады деп болжап отыр. Олардың есебі бойынша 2020 жылға қарай нарықтың көлемі 250 миллиард долларға дейін ұлғаяды. Тұтынудың мұндай өсу қарқыны органикалық өнімдердің жоғары сұраныста екенін, сондай-ақ профильдік сегментті кеңейтуге қажетті бүкіл алғы шарттары бар елдердің қолындағы тамаша мүмкіндіктерді көрсетеді. Мұндай даму Қазақстанға да қатысты. Бізде қазір дәл осы жайылым шабындық ретінде қолдануға болатын 180 миллион гектар алқап ауыл шаруашылық алқаптары бар. Біз бұл жерді мал шаруашылығы өнімдерін өндіру мақсатында пайдалана аламыз. Сонымен қатар Қазақстанда егін шаруашылығына арналған 24 миллион 200 мың гектар жыртылатын жерде бар. Мамандардың берген бағасына сәйкес, оның 50%-нан көбі органикалық егін шаруашылығы үшін қолайлы. Алайда экологиялық таза алқаптардың болуынан бөлек, өндірістің белгілі бір стандарттары да сақталуы шарт. Өнімдер пестицидтерді, синтетикалық тыңайтқыштарды, гендік модификацияланған ағзаларды және өзге де адам денсаулығына зиянды заттектерді қолданусыз өсірілген болуы тиіс. Яғни бұл құрамында улы химикаттары, ауыр металдары, микотоксиндері жоқ таза өнім. Қазақстанда органикалық өнім өндіру туралы заң салыстырмалы түрде таяуда ғана 2015 жылы қабылданды. Сондықтан сертификаттар берумен айналысуы тиіс салалық инфрақұрылым әлі қалыптасу кезеңінде. Бүгінде республика бойынша 10 зертхана құрылған, алайда олардың бірде-бірі әлі халықаралық аккредитациялаудан өтпеген. Ал органикалық өнімдер шығаруға маманданған өндірушілер өз проблемаларын өз бетінше шешуге мәжбүр. Бүгінгі таңда Қазақстанда 30-ға тарта органикалық өнім өндіруші бар. Олар Еуропалық одақ пен ақш стандарттары бойынша сертификатталған. Көбісінің қолында 2 стандарттан бар. Біреу Еуропалық, екіншісі ақштікі. Стандарттар олардың өнімдерін ақшқа да, Еуропа нарығына да өткізе алу үшін керек. Республикадағы сертификатталған жерлердің жалпы ауданы 300 мың гектар. Олар негізінен Алматы және Қостанай облыстарында шоғырланған. Жалпы көлемі 300 мың тоннадай болатын өсірілген бүкіл өнімнің 8,5% ғана экспортқа жіберіледі. Бізде осының алдында біз калифорнийский құрттар бар. Таза сиырдың қиын алып кеп, оны нетемізде, ендіремізде, олар деген бізден таза биогумус береді. Озық тәсілдерді үйлесімді пайдаланудың және бір мысал оңтүстік Қазақстан облысындағы жылыжай кешенінен көруге болады. Жылыжайда жабық топырақ жағдайларында улы химикаттардың орнына өсімдікті қорғаудың биологиялық құралдары қолданылады. Біз мұнда кез келген аурулар мен вирус түрлеріне қарсы биологиялық бақылау жүргіземіз. Жылыжайға сырттан вирустар немесе зиянкес жәндіктер кіріп кеткен жағдайда да біз олармен химикаттармен емес, пайдалы жәндіктердің көмегімен күресеміз. Мұндағының бәрі табиғи, әрі мол, әрі сапалы өнім алуға арналған. Қазақстанда қазір органик белгісі бар өнімдердің сенімді сату нарығына ие болатынын түсінген шаруалардың қарасы көбейіп келеді. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысындағы экофермер Андрей Стрелец органикалық картоп өсіруге маманданған. Өнімнің бір бөлігін ол Алматы және Астана қалаларындағы кепілдендірілген тапсырыстар бойынша өткізеді. Қалған бөлігін жыл сайын Мәскеуден келетін дистрибьюторлар сатып алады. Өзге фермерлермен бәсекелес болу үшін олардың өнімдерінен тәуірірек өнім өсіруім керек болды. Нарыққа әдеттегі ұсыныстардан гөрі сапалы өніммен шыққан әлдеқайда жеңіл. Проще с качественным продуктом, чем с обычным. 2015 жылы Алматы жаһандық форумының шеңберінде бизнес-сарапшы ретінде әйгілі актер Жан-Клод Ван Дам келген болатын. Егер Қазақстан азаматы болғаныңызда, қай салаға қаражат салар едіңіз деген сұрағымызға мынандай жауап алған едік. Егер қолымда қаражат болса, көп қаражат болса, Қазақстанда тұрып, мен жер сатып алар едім. Себебі ол өзіңізге ғана емес, бала шағаңызға да тиесілі болып қалады. Маған әкем әрдайым есіңде болсын, балам, жер сенің болашағың деуші еді.
Бұл тұрғыдан жер телімінде өсірілетін органик бренді бар өнімдерді өз таңдауын ауыл шаруашылығын тиімді жүргізудің пайдасына жасаған жанұялардың ұзақ мерзімді капиталы деп бағалаған жөн. Қазақстан теңізге тікелей шығатын жолы жоқ ел. Республика барлық негізгі теңіз жолдарынан алыс қашықтықта құрлықтың түкпірінде орналасқан. Дегенмен бұл Қазақстанда порттық инфрақұрылымды дамыту бағдарламасы жоқ деген сөз емес. Бүгінгі таңда Каспийдің қазақстандық жағалауында ғана емес, ел аумағынан тысқары жерде де жүзеге асырылып жатқан жобалар осының дәлелі. Бұл тізбек жүйесіндегі негізгі нүкте Ақтау халықаралық теңіз сауда порты. Каспий теңізіндегі 27 порттың ішіндегі ең ірісі осы Ақтау порты. Каспийдегі бүкіл жүк айналымының 30%-ға жуығы осы порттың үлесіне тиеді. Традиционно нашими партнерами и являются это... Біздің дәстүрлі серіктестеріміз Әзірбайжандағы Баку және Алят порттары. Жүктеріміз паромдық жүктер негізінен осы бағытта жіберіледі. Себебі бізде паром қатынасы жолға қойылған. Экспорт бағытында да, импорт бағытында да қозғалатын өзге де жүктер бар. Также идут различные грузы, которые идут как в экспортном направлении из Казахстана, так и в импортном. Ақтау халықаралық теңіз сауда портының бір мезгілде 9 кемеге қызмет көрсете алатын 11 айлағы бар. Бұл гидротехникалық қорғаныш құрылыстарын салудың, теңіз түбін тереңдету жұмыстарының және қосымша 3 айлақ тұрғызудың есебінен порт аумағын кеңейтудің арқасында мүмкін болды. Портта темір жол составтары мен үлкен жүк фургондары өңделеді. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомагистралін салу жобасы жүзеге асырылғаннан кейін порттың өткізу қабілеті анағұрлым ұлғайды. Port of Aktau is our very close partner. We have been working with Ақтау порты біздің жақын серіктесіміз. Біз көп жылдардан бері Ақтаумен ынтымақтасып келеміз. Соңғы 2 жылдың ішінде тәжірибе алмасудамыз. Әсіресе Бакуде қолданысқа енгізіп жатқан бір терезе қағидасын автоматтандыру саласында. We have implemented in Baku. Ақтаудан шамамен 70 шақырым жерде жүк тасымалы үшін стратегиялық маңызы бар және бір инфрақұрылымдық нысан Құрық порты орналасқан. Бұл жердегі географиялық жағдайлар кеме қатынасына әбден лайықты. Шығанақ суы қатпайды, тереңдігі жеткілікті. Желдің қарқыны да бір қалыпты. Портқа жақын жерден Бейнеу, Жаңаөзен темір жол тармағы өтіп тұр. Автомобиль өткелі іске қосылады деп күтілуде. Logistics need intermodal. Логистика мультимодальды болуы тиіс. Сіздерде Ақтау порты темір жолдар желісі бар. Автомобиль және авиа тасымалдары дамыған. Осы аталған 4 фактор жүктерді тасымалдаудың мультимодальды тәсілі болып табылады. Бұл өте маңызды жайт. Құрық бүгінде республиканың теңіз қақпасын кеңейтуде және транскаспийлік халықаралық көлік маршруты схемасын дамытуда түйінді рөл атқарады. Silk route is a very important concept. Now China is very interested in the Silk route. Actually, they will have Жаңа жібек жолы өте маңызды тұжырымдама. Әсіресе Қытайдың оның жүзеге асырылуына мүдделі болып отырған тұсында. Қазақстан арқылы 2 транзиттік дәліз өтіп жатыр. Біреуі Қорғастан Ақтауға, Ақтаудан Иранға, Ираннан әрі қарай Үндістанға дейін созылады. Ал екіншісі Еуропаға бағытталған. Қытайдан Қорғас арқылы шығады, Қорғастан Ақтауға, Ақтаудан Бакуге, ал Бакуден Қара теңіз арқылы Еуропаға кетеді. That's one. The other route is going to be the European route, and that will be China to Argos, Aktau, Baku, Black Sea and Europe. 2015 жылы Ляньюнган порты аумағында салынған Қазақстан-Қытай жүк терминалы теңіз порты инфрақұрылымын дамыту жүйесіндегі негізгі тармақтардың бірі болып табылады. Бұл ынтымақтастық алаңы жібек жолы экономикалық белдеу бағыты бойынша логистиканы оңтайландыру үшін таңдалды. Железнодорожное расстояние от порта. Қытайдың басқа порттарымен салыстырғанда Ляньюнган портынан Қазақстан шекарасындағы Достық, Алтынкөл станцияларына дейінгі темір жол ара қашықтығы ең қысқа жол болып табылады. Сонымен бірге Ляньюнган порты солтүстік дәлізбен салыстырғанда бәсекеге қабілетті. С северным коридором. Республиканың порттық инфрақұрылымды дамытудағы кезекті бір жобасы Иранның Бандер Аббас портындағы жүк кешенінің құрылысы. Жаңа терминал Парсы шығанағы Африка елдерімен Үндістанға транзит көлемін ұлғайтуға ықпал етеді. Қазақстанның мұндай жоспарлары мұхитқа шығатын тікелей жолдары жоқ елдің әлемдік теңіз тасымалдары жүйесіне кірігу үшін бүкіл күш-жүгерін жұмылдырып жатқанын көрсетеді.
Бүгінгі айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған Павел Коктышев. Хабарымыздың барлық сандарын 3w.қазақ-tv.kz сайтынан көре аласыздар. Single Market бағдарламасында қайта жүздескенше.